Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге салқын көже жасайтын боламыз. Ыстық күнде күнделікті жасап ішіңіздер. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолда өте оңай. Бізге осындай жүгері қажет болады. Мен бүгін сары жүгері мен ақ жүгеріні пайдаланып жатырмын. Жүгері мен бидайды да пайдалансаңыздар болады. Екі жүгеріні теңдей бірдей етіп салып, жақсылап жуып алыңыздар жүгеріні. Себебі ішінде керек емес мұсырлары болады. Соның барлығын жақсылап суы әппақ мөлдір болғанға дейін жақсылап жуып аламыз. Су құйғаннан кейін өзіне керек емес заттары осылай бетіне шығады. Соны төгіп тастап бірнеше рет осылай жуып аласыздар. Біздер күнделікті 5 литр жасаймыз, 2 күнге ғана жетеді, себебі балаларым өте қатты жақсы көреді. Жиі бидаймен, кейде осылай ақ жүгерімен араластырып жасаймын. Міне су осылай тап-таза болғанға дейін жақсылап жуып аламыз. Және де ыдысымызға толтырып су құямыз. Ыдысыңыздың мөлшеріне қарай шамамен жүгеріні саласыздар. Мен 5 литрлік ыдысқа осылай пайдаландым. Қақпағын жауып қайнатуға қалдырамыз. Қайнап шыққаннан кейін бетіне дәл осындай көбіктер шығады. Сол көбіктерді ситамен барлығын түгелімен алып шығыңыздар. Тазалап көбігін алып болғаннан кейін баяу отта 2-3 сағат қайнатасыздар. Қанша көп қайнаса, соншалықты әдемі, жұмсақ болып пісіп шығады. Мен осылай 3 сағат көлемінде қайнаттым. Қайнаған соң осылай су азайып кетеді. Бетінде осындай қабыршықтар пайда болады. Сол қабыршықтардың барлығын тазалап алып, дәміне қарай тұз саласыздар. Ыстық күйінде тұзын салып аламыз. Міне қараңыздаршы, жүгерілері өте әдемі болып піскен, жарылып, жұмсақ болып. Енді осылай дәміне қарай тұз салып қойдым. Егер осылай суларыңыз азайып кеткен болса, үстінен қайнаған су құйып қойыңыздар. Сонда көптеу болады. Осылай тұзын салып болғаннан кейін суығанға қалдырамыз. Мен астын өшіріп қойдым піскеннен кейін. Әбден суығаннан кейін барып айранды қосатын боламыз. Ыстық күйінде айранды қоспаңыздар, себебі іртік болып қалуы мүмкін. Сол себепті осылай суытуға қалдырамыз. Осылай бір ыдысқа айранды алып, жақсылап венчикпен араластырып аламын, бір келкі болғанша. Сонда әдемі болып шығады. Қолдың айранымен өте керемет болады. Осылай жақсылап венчикпен араластырып құясыздар. Егер айраны аз болса, тағы да құясыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты тұзын, айранын саласыздар. Біз тұзын кішкене ащылау және айранын көп болған жақсы көреміз. Сол себепті тағы да айран құйып, көптеу етіп жасадық. Міне жақсылап араластырғаннан кейін тоңазытқышқа салып, салқындатып ішсеңіздер тіптен керемет болып шығады. Дәл осы тәсілмен жасап көріңіз. Күнделікті ыстық күнде шөліңізді басатын, әрі тойымды, ыстық күнде тамақта жегін келмейді ғой. Дәл сол сәтте дәл осы көжені ішіп жеңіздер. Өте дәмді болып шығады. Каналым пайдалы, сол себепті тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.